Сындар ма балалар, әдебиеттік оқу сабағымызды бастаймыз. 16-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы ана тілім, дана тілім. Бірінші тапсырмаға қараймыз. Оқып, сөйлемдердегі ойды аяқта. Менің ана тілім қазақ тілі. Біздің мемлекеттік тіліміз қазақ тілі. Әркім өз ана тілінде сөйлеу керек. Мен ойымды, қуанышымды, ренішімді ана тілімде жеткіземін. Мен ана тілімде ән айтамын. Әр ұлттың өз ана тілі бар. Сендер де осы пікірлермен келісесіңдер ме? Өз пікірлеріңді айта отырыңдар. Мұзаппар Әлімбаев 1923 жылы дүниеге келіп, 2017 жылы дүниеден өтті. Ақын, аудармашы, балалар жазушысы. Павлодар облысы Шарбақты ауданы Маралды ауылында дүниеге келген. Балдырған журналының бас редакторы болып қызмет атқарған. Ақынның өлеңдерінің жаңылтпаштарын балалар қызығып оқиды. Түсініп оқы. Ана тіліне тағзым. Ана тілі біздің туған анамыз. Анамыздай сыйлап бағып қағамыз. Ана тілін бағаласақ қалай біз, өзіміздің сондай болмақ бағамыз. Ана тілін кім аялай білмесе, анасынан безген ұл деп қараңыз. Мұзаппар Әлімбаев. Тағзым. Тағзым деген ізет, құрмет, қошемет деген мағынаны білдіреді. Үшінші тапсырмада ақын ана тілін немен теңестіреді? Ақын ана тілін анамызға теңестіреді. Төртінші тапсырмада өлеңдегі ана тілін бағалау, аялау деген сөзді қалай түсінесің? Ана тілін бағалау, аялау деген сөз тілімізді құрметтеу және бағалай білу. Ғафу Қайырбеков 1928 жылы дүниеге келіп, 1994 жылы дүниеден өтті. Ақын, Қостанай облысы Торғай қаласында дүниеге келген. Ақынның «Дала қоңырауы» поэмасы, «Жұлдызды тағдырлар» жинағы, тағы басқа шығармалары бар. Шетелдік ақындардың өлеңдерін қазақ тіліне аударған. Ана тілі. Бар қазақтың орман көлі өзені, тау қиясы жалпақ жазық кезеңі, сайрап, сөйлеп тұрған жоқ па қазақша, қалай тозар сендік асыл сөз енді. Ана тілім, күшім менің қуатым, жырым сендік жүрегімнен туатын, таусар ма ырысыңды қорыңды, тізелесіп қатар жазса мың ақын. Ғафу Қайырбеков. Сөздік. Сөз кеңі, бұл сөз байлы деген мағынаны білдіреді. Тізелесу, барлығы бірігу. Балалар 6-шы жаттығуға қараймыз. 6-шы жаттығуда тіл жанашыры ретінде ана тіліңді дамыту үшін қандай ұсыныстар айтар едіңдер? Тіл жанашыры ретінде ана тілімізді дамыту үшін мынадай ұсыныстар айтар едім. Ең біріншіден, мемлекет қызметкерлері үнемі қазақ тілінде сөйлеп, қазақ тілінде жауап берсе, жарнамалар қазақ тілінде жазылса, ол қазақ тілімізге деген құрмет. Қазақ тілімізді осылай дамыту үшін осы ұсыныстарды әр уақытта есте сақтап, осы ұсыныстарды орындай білу қажет. Әрбір адамның тілі қазақ тілі. Әрбір қазақ азаматының сөйлеу тілі бұл қазақ тілі болып табылады. Сондықтан да қазақ тілін үнемі таза және қазақ тіліне жанашырлықпен қарап, әр уақытта тілімізді құрметтейік. 7-ші жаттығуда тіл мерекесіне арналған құттықтау хат дайындап жазып көріңдер.